Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін осындай бір жасағаннан шығатын үлпілдек болып пісетін булочкалардың рецебімен бөліскелі отырмын. Менімен бірге болып бірге жасайық. Ал ендеше қамырына кірісейік. Ең бірінші ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Қантымызды немесе сахарный пудра қосамыз. Аштығымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сүтіміз ыстық болып қалмау керек. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алып, үстінен қантымызды, бір жұмыртқамызды және бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте ұнды қосамыз, ұнды 2 бөліп қосамыз. Венчиктің көмегімен араластырып алып, екінші бөлігін қосқан кезде қолмен қамырымызды илейміз. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болатындықтан, қосымша сізге 30-50 граммдай ұн қажет болуы мүмкін. Егер қамырымыз қолға қатты жабысып жатса. Осылай қамырымызды илеп болған соң ашытуға қоямыз. Мен духовканы қолданамын, 30 градусқа қойып, 25-30 минуттай духовкада тез ашытып аламын. Ашқан қамырымызды ыдысынан алып, теңдей етіп, 10 бөлікке бөлеміз. Көз мөлшерімен бөлсеңіз де болады, немесе таразымен өлшеп бөлсеңіз де болады. Қамырымызды бөліп алдық. Мен көз мөлшерімен бөлдім 10 бөлікке. Осылай қамырларымызды дөңгелетіп аламыз. Келесі кезекте қамырымызды жайып, салмасына қалауыңыз бойынша әртүрлі заттарды қолдануға болады. Мен қоюлатылған сгущенканы, варенканы яғни қолдандым. Сіз джем қолдансаңыз да болады, жаңғақтардың қоспасын қолдансаңыз да болады, нутелла қолдансаңыз болады. Ол енді өзіңіздің талғамыңызға қарай салмасын ауыстыра берсеңіз болады. Осылай қамырымызды жайып аламыз. 1 шай қасық варенкамызды салып, жақсылап бекітеміз. Жақсылап бекітпесеңіз, варенкаларыңыз пісіру барысында булочкаңыздан сыртқа шығып кетеді. Осылай қатты басып, видеодағыдай ораймыз. Менде бүгін осындай бекіту барысында қателік кетіп, кейбір булочкаларымнан варенкаларым сыртқа шығып кетті. Сол үшін барынша жақсылап бекітеміз. Қалған қамырларымыздан да дәл осылай булочка жасап аламыз. Дайым булочкаларымыздың бетіне жұмыртқа жағып, бетіне пищевая пленка жауып, 10 минут расстойкаға қоямыз. Бұл міндетті түрде. Расстойкаға қоймасақ, біздің қамырымыз тығыз болып қалады. Міне осылай бәріне жұмыртқа жағып алдым. Үстіне пищевая пленка жаптым. Оның үстінен орамалмен жауып қойдым. Он минуттан кейін қайтадан ашып беттерін қайта бір рет жұмыртқа жағып шығамыз. Алдын ала духовкамызды 180 градуста қыздырып аламыз. Мен 180 градуста конвекция режимінде 25 минут пісірдім. Міне осылай булочкамыз жұмсақ болып шығады. Міне жаңа айтып кеткендей варенкаларымыз сыртқа шығып кетті. Міне осындай
көтеріліп күшті болып тұрады, піседі. Дәмі ерекше, өзіме қатты ұнайды. Ас болсын, менімен бірге жасап көріңіздер.